Баршаңызға сәлем бердім. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Салтанат. Бүгін біз үй жағдайында кафе-ресторандағыдай өте дәмді лимонад жасап көреміз. Ең алдымен бізге минеральный су, спрайт және де осындай сироптар қажет болады. Бұл сироптар от Барбадос кез келген магазинде сатады. Бағасы шамамен 1500-1800 теңгенің көлемінде. Барлық ягодтардың түрінен сиробы бар. Менде бүгін ананас пен маракуйя, бірақ мен только бүгін маракуйя дәмінен жасайтын болам. Ең алдымен ыдысымызға осындай минеральный суымызды құйып аламыз. Көлемі примерно 1 литрдей болу керек. 1 литрдей минеральный суымыз ыдысымыздың жартысынан көп бөлшегін алып тұру керек. 50-50 қылып құятын болсақ, спрайттың дәмі жеңіп кетіп, лимонадымыз онша дәмді болмай қалады. Сондықтан спрайтты көп қосудың қажеті жоқ. Шамал ғана қоссаңыз жеткілікті. Содан кейін мен алдын ала мятаны жуып, лимонды кесіп дайындап алдым. Мен видеода көргендеріңізде мятаны аздау салдым, себебі үйдегілерге онша қатты мята ұнай бермейді. Лимонды осындай көлемде салсаңыз жеткілікті. Егер сіз мятаны ұнататын болсаңыз, бұдан да көп мөлшерде мята салсаңыз болады. Мята лимонадқа өте сондай свежийдан береді. Мен видеода көргендеріңіздей лаймды осылай алдын ала блендерден өткізіп, қантпен араластырып, осындай банкілерге жауып тастағанмын, бірақ мен бүгін лайм қосқан жоқпын. Егер сіздің үйіңізде свежий лайм болатын болса, немесе осындай блендерден өткізіліп дайындалған лайм болатын болса, қоссаңыздар, дәмі вообще супер болады. Сиробымызды примерно 5-6 ас қасық құямыз. Сиропты құйғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Біздің суымыз бен сиробымыз жақсы араласу керек. Үстіне кез келген жеміс-жидекті салып жіберсеңіз болады. Үйіңізде бар жеміс-жидекті, құлпынай болуы мүмкін, черника болуы мүмкін. Кез келген жеміс-жидекті сала берсеңіз болады. Мен дәмі татып көрдім. Дәмі татып көргеннен кейін тәттілігі шамалы аздау екен. Содан кейін қазір үстіне шамалы тағы 1 қасықтай сироп салып жіберемін. Сіздерде осылай дәмін қайта байқап көріп, өзіңіз қалаған дәмге жеткенше сироп қоса берсеңіздер болады. Сироптың көлемі өте үлкен, біраз уақытқа жетеді. Мен, например, ораза басталғалы 27-28 күндей көлемінде тек қана ананастан жасап жүрдім. Бірақ әлі біткен жоқ. Көлемі өте үлкен. Өздеріңіз видеода көріп тұрғандай, мен замороженный малина қосқым келіп тұр. Жаңа айтып өткендей, сіздер кез келген жеміс түрін салып жіберсеңіздер болады. Енді ол әркімнің өз талғамына байланысты. Малина салғаннан кейін тағы да жақсылап араластырамыз. Осы сәтте біздің жаңа лимонадымыздың да біраз газы шығатын болады. Газы шыққан лимонад. Бәрін шығарып жүрмеңіздер, бірақ шамалы шығарған дұрыс газын. Газы шыққан лимонад дәмді болады. Осымен біздің үй жағдайында дайындалатын лимонадымыз дайын. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады.
бәріне сәттілік.